Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осы иммунитет көтеретін чай дайындадым. Көптің сұрауы бойынша толық нұсқасын дайындап көрсетейін деп шештім. Бұл чай өте пайдалы, иммунитет көтеретін. Дәл қазір бізде иммунитет көтеретін уақыттың бірі десек болады. Сондықтан сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ал кеттік. Бізге бір лимон қажет болады, және облепиха қажет болады 300 граммдай, 1 или 2 апельсин осылайнан кесіп аласыздар қабығымен бірге. Имбирді осылай сыртын ашып, осылай майдалап турап алдым. Енді соковыжималкадан мен апельсинді қабығымен бірге осылайнан өткіздім. Барлығын жақсылап. Негізі бәрін блендермен өткізе салса болады. Просто мен басында осылай апельсиннен сок жасаған болатым. Ол енді ашты болып шықты да, көп ішілмеді. Сондықтан обал болмасын деп согын және сыртындағы қажурасын бәрін бір пайдама асырайын деп өзім солай жасай салған болатым. Сосын көп адам сұрап кеткеннен кейін дәл өзім қалай жасадым, солай жасап көрсетейін деп шештім. Ешқандай өзгеріссіз тура солай жасап көрсетейін деп шештім. Мінекей апельсинімізді өткізіп алдық. Енді лимонды, имбирді, сосын облепиханы үшеуін осы ыдысымызға барлығын салып, блендердан өткізетін боламын. Мінекей барлығы жақсылап езілді. Енді жаңағы апельсиніміздің қажурасын тастамай осындай ыдысқа салып алдым барлығын. Енді осы апельсиннің сыртында жаңағы блендердан тоже бәрін араластырып өткізетін боламын. Негізі чайға салғанда апельсин сыртымен, лимон сыртымен кесіп саламыз ғой. Бұл апельсиннің көзінің сыртының өзінде өте көп пайдасы бар. Сондықтан осылайынан жасадым. Кішкене қоюлы болып кетеді, блендер қиналып өткізген кезде. Сондықтан жаңағы апельсиннің согында құйып жатырмын. Мінекей барлығын осылай жақсылап езіп алдым. Қараңыздар, осындай әдемі болып шықты. Енді жаңағы қалған апельсиннің согын төкпей, оны да формаға құйдым. Енді осылайынан барлығын жақсылап формаға салып шығам. Мінекей барлығын салып болдым. Енді осыны морозильникке салып қоямыз. Толық қатқанша, менде кешке дейін тұрды. Мені морозильниктен алдым. Осылайынан шықты. Енді жаңа формадан барлығын шешіп, салафанға салып, тағы да морозильникке қойып қоям. Керек кезде, чай ішетін кезде алып бір-бірден көп адамға болса екеуден салып іше береміз. Мені кішкене чай салып жібердім. Чай салса да, салмаса да болады, әрқалай. Мінекей, бізде чайымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.